Істі кейінге қалдыру әдетінен арылу жолдары. Миымыз кез келген істің нәтижесін бірден көруге, дереу рахаттануға бейім, һәм соған үйренген. Мысалы, қарнымыз ашқанда немесе шөлдегенде су ішуді, тамақтануды кейінге қалдырмай бірден жүзеге асырамыз. Өйткені бұлай жасағанда тұла бойымыз бірден рахатқа бөленеді. Арықтау немесе дене бітімін шынықтыру үшін спортпен айналыса бастағанда көпшілік адам бірінші күні-ақ айнаның алдына барып, бұлшық еттерін ұстап, қайта-қайта қарайды. Немесе таразыға тартылып, қаншалық арықтағаны жиі бақылауға тырысады. Мұның бәрі адам миының тез арада нәтиже көруге ұмтылысының көрінісі. Ал керісінше, нәтиже бірден болмайтын істі кейінге қалдыруға бейім тұрады. Сондықтан жалқаулығын жеңе алмай жүрген жандар нәтижесі бірден болмайтын үлкен істерді шағын бөлімдерге жүктеп, орындалатын уақытын меже ретінде белгілеп қойғаны дұрыс. Сонда ми нәтижеге жету үшін жоспарланған жұмысты кейінге қалдырмай, бірден жасауға итермелейтін болады. Мысалы, күніне 5 бет кітап оқу, айына 2 келі салмақ тастау секілді кішкентай мақсаттарды межелеп алған жөн. Бір істі жасайтын кезде ми бірден ол істің ең күрделі, қиын жағын ойлайды. Сосын оны жасамаудың жолын іздейді. Әлеуметтік желі секілді жеңіл-желпі нәрселерді ақтарып, мәнсіз видео қарап парақшаларды шарлай бастайды. Ал ниеттенген істі бастауға айрықша ынта, шалқыған шабыт, қазіргі тілмен айтсақ, арнайы мотивация қажеттігін ойлап, үнемі кейінге ысыра береді. Мұндай кезде істің қиындығына мән бермей, бірден бастап жіберу керек. Ынта кейін-ақ пайда болады. Мысалы, таңертең жүгіруге ниеттендіңіз. Киім киіңіз де далаға шығыңыз. Сіз далаға шығу арқылы жүгіруді бастадыңыз деген сөз. Таңертең немесе кешке кітап оқуды жоспарладыңыз делік. Бірақ кітап оқуға жалғаулығыңыз жар бермей тұр. Еш нәрсеге қарамай, қолыңызға кітапты алыңыз да парақтай бастаңыз. Мазмұнына көз жүгіртіңіз. Әр қарай бәрі оңай. Дәл осы әдіспен мақала жазыңыз. Орныңыздан тұрыңыз да компьютеріңізді қосыңыз. Бар болғаны осы. Әрі қарай саусақтарыңыз өзі-ақ қимылдай бастайды. Қазір сіз оқып отырған қолыңыздағы кітаптың осы беттерін жазарда, менің де еріншегім ұстап отыр. Үстелдің басына отырып компьютерді қосып едім. Жалқаулығым дереу қашып кетті. Әрекет бар жерде берекет бар деп бекер айтылмаған. Оталмай тұрған көлікті itергенде оның бастапқы кездегі орнынан қозғауы ғана қиын. Бір қозғалған көліктің жүруі оңай. Кез келген жұмыстың басталуы ол істің жартылай 80% біткендігімен пара-пар. Қазақтың шешінген судан тайынбас деген тәмсілі осыны меңзесе керек. Себебі адам миы басталған жұмысты ұмыталмайды. Оны бітіргенге дейін көңіл бейбақ байыз таппайды. Мысалы, көріп отырған фильміңіз бір себеппен үзіліп қалса, оны уақыт тауып аяғына дейін көруге тырысасыз. Басталып аяқталмаған істің адам миында жақсырақ сақталатындығы жайлы Блюма Вульфана Зейгарник деген ғалым дәлелдеген. Бұны психологияда Зейгарниктің эффектісі дейді. Кейде іс еш мінсіз аса керемет дәрежеде болу керек деген максималистік психология оны кейінге қалдыруға себеп. Біз істің кереметін күтіп жүргенде уақыт зулап өтіп кетеді де, сол күйі өзгеріссіз қалады. Әсілінде адам баласы жасаған іс бірден кемел болып кетпейді. Қазақта көш жүре түзеледі деген жақсы сөз бар. Бұл өмірдің де, адам табиғатының да заңдылығы. Әлемде жетістікке жеткен тұлғалар өмірін зерттегенде олардың қай-қайсысы да жетістікке бірден қол жеткізбегенін аңғарамыз. Forbes-тің 2020 жылғы рейтингі бойынша әлемнің ең қымбат бренді саналатын Apple компаниясының негізін қалаушы Стив Джобс алғашқы кәсібін шағын гараждан бастағанын мәлім. Сондай-ақ, қандай да бір нәрсені жасау үшін адам көңіл күйі немесе шабыт іздейміз. Оны күтіп жүргенде жылдар сырғып өтіп жатады. Адам көңіл іс жасағанда көтеріледі, әрекетке бастағанда шабыттанады. Ендеше, көңіл көтергенін күтпестен мақсатыңа қарай жылжы. Бүгін істі ертеңге қалдырма. Кейде идеалды жоспармен мінсіз ұйымдастыруды елестетеміз де, ниеттенген жұмысымызды ойдағыдай атқара алмай қалсақ,
қолды бір сілтеп босаңсып тізгінде жібере саламыз. Жай барақаттыққа салынып кетеміз. Бұл қате. Ойдағының біреуі болмай қалды деп қалған істі бүтіндей тастай салуға, уыстан түгелдей шығаруға болмайды. Қандай да бір істің тек кемелдігін, эмоциялық тұрғыдан ең күшті күйіңді күтпей, мүмкіндігінше жасай беру керек. Нәпсі бізге ешқашан жата бер, ұйықта, мына істі жасама деп бұйрық бермейді. Көбінесе 5 минут жата тұр, біраздан кейін баста деген секілді ұсақ ойлар арқылы шырмайды. Бойдағы жалқаулық осындай сөздерден кейін істі кейінге шегере береді. 5 минут жата тұрайын деген кісі бірнеше сағат ұйықтап қалады. Аздан кейін істі бастаймын деген адам көп уақытын босқа өткізіп алады. Мұндайдан сақтану үшін 5 санын кері қарай санап, 0 дегенде істі бастап жіберу керек. Өйткені 0-ден кейін басқа сан жоқ. Адам еріксіз әрекетке барады. Ойлаған ісіңді уақытында жасамай кейінге ысырған жағдайда ол іс миыңыздың бір шетінде сақталып тұра береді. Жасауым керек еді деген ойлар жиналып қалса қоқыс секілді сені үздіксіз мазалап тұрады. Оның жасалмай қалған іске үнемі бөліне бергендіктен өзіңе көңілің толмай, жеңілген адамның күйін кешесің. Кейінге қалдырылған жұмыстар, басқа істерді ынта қойып, беріліп жасауға кедергі келтіріп, мойныңды, күш-жігеріңді шашыратып жібереді. Бірінен кейін бірі ашылып қайта жабылмай қалған бағдарламалар мен парақшалар қалтафонның қуатын қалай азайтатын болса, кейде қалдырылған істер де соның ішкі қуатыңды солай кемітеді. Сондықтан ниеттенген жұмысты бірден жаса, кейінге қалдырма. Кейінге қалдырылған істер жиылып тау болады. Бәрін жинап бірден жасауға күшің де, ерік-жігерің де жетпейді. Көбіне қандай да бір істі жасауға зауқың соқпауының астарында жалқаулықтан бұрын ішкі энергияның жетіспеушілігі жатады. Сондықтан сауатты тамақтанып, дұрыс тынығуға мән беріңіз. Әсіресе тыңқия тойып алған кезде бойдағы бар энергия ас қорытуға жұмсалатындықтан көзіңізге ұйқы тығылып, әрекет жасауға ерінесіз. Ұйқыңыз қанбай қалса да солай. Сондай-ақ денсаулыққа мән беріңіз. Денсаулық сыр берген жағдайда бойдағы қуатыңыз әлсіреп, өнімділігіңіз төмендей бастайды. Кем дегенде 6 айда ең болмаса жылына 1 рет толық анализ тапсырып, дәрігерлік қадағалаудан өтіңіз. Ағзаңызға қажетті дәрумендер пайдаланыңыз. Қандай да бір ауру пайда болса, арнайы уақыт бөліп сауатты емделуге тырысыңыз. Денсаулыққа ат үсті қарамаңыз. Менің мойнымда остеохондроз сырқаты бар болатын. Жанға батып ауыртпаған соң аса мән бере қойған жоқ едім. Бірнеше рет арнайы массаж ине қабылдадым. Мануалистерге, сынықшыларға бардым. Бірақ бәрінің емі ауруымды құлан таза айықтырып жазып жібере алмады. Уақытша жақсартады да көп өтпей қайтадан мазалай бастайды. Осылай жылдар өтіп жатты. Кітап оқуға бұрынғыдай зауқым жоқ. 20 минут оқысам болды, мойным ауырып, желкем құрысып қала береді. Еңбек өнімділігім күрт азайып кетті. Өзімді еріншек жалқау адамдай сезіндім. Көңілім күпті болып жүрді. Кейіннен денсаулығыма уақыт бөлудің қажеттігін түсініп, ұзақ уақыт сауатты емделуге тырыстым. Күнделікті арнайы жаттығу жасауды әдетке айналдырдым. Денсаулығым бір шама түзелді. Аллаға шүкір, бұрынғыдай кер тартатын энергия тапшылығы кедергісінен арылдым.